мақсатыңнан көздеген жылы сөздерің жүрегімде өзің барда бол өмірде жалым биік өзгеден анашымай көктегі күндей көктемгі гүлдей нұрын сепкен жаныма жанашырай сағындым сені бағымның шегі ақ сүт берген анашымай құлыным менің құлама деп құласаң да жылама деп бақыт тілер аяулым өзіңсіз ана күнім шықпас көп ішінде үнім шықпас ат үстінде жаяумын анашымай көктегі күндей көктемгі гүлдей нұрын сепкен жаныма жанашырай сағындым сені бағымның шегі ақ сүт берген анашымай анашымай көктегі күндей көктемгі гүлдей нұрын сепкен жаныма жанашырай сағындым сені бағымның шегі ақ сүт берген анашымай Анашым, ана жаным, аялы алақаным, есейіп кетсем дағы, мен сенің балапаным. Анашым, ана жаным, мейірбан бала жаным, бақыттым емес пе еді өмірді сыйлағаным. Көңілің күндей, өмірің гүлдей, жадыра күлдей жан анашым. Осаңды сізге арнаймыз біздей, келіңіз жүзге жан анашым. Бойыңда мен сүйетін көп сенің қасиетің, аяулы перзентіңмін алдыңда бас иетін. Балаймыз бағымызға, арайлы таңымызға, аман боп жүре бердің анашым жанымызда. Көңілің күндей, өмірің гүлдей, жадыра күлдей жан анашым. Осаңды сізге арнаймыз біздей, келіңіз жүзге жан анашым.
қожалықты әжелер, аналар, сіздерді бүгінгі келіп жеткен көктемгі алғашқы мейрамымыз 8 наурызбен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір, тек қана бақыт сыйлаймыз. Ақ тілекті ағартып бір тастайық, аналардың мерекесін бастайық. Көздерінен көркем шатты қарайын, өтсін солай. Әрбір күнің, әр айың демекші, біздің Ақбота тобының бүлдіршіндерін қошеметпен ортаға шақырайық. Мақсатымнан көздеген шалы сөздерін жүрегімде өзің барда болып еді шағым биік өзгеден анашымдай көктемгі күндей көктемгі Ал балалар, біз бүгін анамыздың мерекесін тойлайық деп отырмыз, Ал енді, сендерге бір жұмбақ айтып кетейін, Мейірімді, сымбатты, қадірменді, қымбатты, ең жақын жан балаға. Кім дейсіңдер? Ана, әрине ана екен. Балалардың орындауында анашым әнін қабыл алыңыздар.
Қошеметтеріңіз ата-аналар. Аяулы аналар, біздің балаларымыздың жыр шумақтарын қабыл алыңыздар. Аяру, келіп. Не ben adam bana neden yani fayda var. Құтты болсын осы шақты күн. Сен бақытты да ұзақ өмір сүріңіз. Қуанышты жүзіңізден айдайын бір өмірде күліп қана жүріңіз. Ana diye sağ ana diye kavga bu, ana diye o diye kanko, ana diye şeyin diye zakko. Керемет. Раяна келе ғой. Ana деген asıl жандар болыпты, ana деген мөлдір жандар болыпты. O адамдар қадірлі бір ананы жатқа қойып талатпай. Дария. Бізді өсірген аназан, еңбек еді сөйекен, құтты болсын аназан, құтты болсын мейекен. Керемет. Дарина. Дүниеге деген кемеге ұдананы, ана табады, аялайды бағады. Шошыны қодеттіні пасиып, көмек дейік қасиетті ананы. Керемет. Амазан келе ғой. Құтты болсын маған, сегіздің назым, етқасынан бол қасында. Жансың. Сәмсін сұлтысын. Керемет. Азием келе ғой. Мен анамды сүйемін, сөзін ойға түйемін. Анасымды көмбетем, қасымды он егем. Елназ келе ғой. Алпес деген аяқым, ақсыз тешкен абатайым. Салям зазып бұқылчықым, мейраме күтіптайым. Керемет. Рания. Ақ қабақнан күсін, күн шайғанасым, әпестен баласын айналайларын. Керемет. Жанерке келе ғой. Адып қамалалар, анамыздың туған ебітімнен, ана дегенді шәкіреліп, арымыздан қасетті аналар. Өте керемет. Айлин. Ана десем ауыз салам қалқымнан, ана десем теңіз суыл салқыған, ана десем асылады қабағым, ана десем әділетті хабам. Керемет. Қошеметтеріңіз. Мұқағали Мақатаевтың өлеңі «Ана, сен бақыттысың». Сәбит Ералының орындауда қабыл алыңыздар. Жатқанда да қуамадым, танылынен мен едім ғой, суаланым, сондықтан да зыламауын, балмын ғой, тылымын ғой, қасындамын, өлмеймін мен өзіндей асылданмын, таусылып өз-өзінен сасылмауын, байылы биекенің қасым алып, мен сенің қанықпын ғой көз асына, өзі кебей тот басып, тоз басыма, екі жыл жасам, шаған болналсам, ана деп жаздым, ылғи сөз басына. Ал құрметті аналар, біздің сері жігіттеріміздің орындауда шляпа биін қабыл алыңыздар.
Қариясы бар үйдің қазынасы бар деп бекер айтылмаған. Қымбатты әжелер, бүгінгі көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз құтты болсын деп тағы бір айтпақшымыз сіздерге. Мінекей, біздің балаларымыздың орындауында менің әжем осындай әнін қабыл алыңыздар. Аяулы әжелер, сіздің балаларыңыздың сіздерге арналған жыр шумақтарын қабыл алыңыздар. Ерхан, келе ғой Ерхан. Армысың ақжауықта желерім, ақылықтар жады кемеңгерім, ардақты аналардың мейрамында арнайды бірлі түндер өлеңдерім. Керемет, қошемет. Кәусар. Ағайындар қаншиы, шуап жақсы көрем, қуантайын деп оны өлең айтып берем. Өте керемет, Еркежан. Билетім жанымдай ағам жазы көледі, қонаққа баса, пай қашықтай
есінде даласа, жас баласы көрек. Ал енді ата-аналар Райымбек, Ғалымбек, Раянаның орындауында әже әнін қабыл алыңыздар. Менің әжем дара, ақыл молданы, жақсы көрем әжесі дұғаны. Ұқсап тұрған бала әжемізге ғана, шынелі бізге табыла ма? Алсыз көзсіз, жақ деген некесіз, нұрсыз, шуақ шашып жүрсіз, көзсіз, жайқып жайнаған қатынды жүрші әже. Алматыда жоқ, Астанада жоқ, әже тек бізде ғана. Ақтөбеде жоқ, Шумалада жоқ, әже тек бізде ғана. Балажанды өзі, білмеуі көзі, айналайын деген сөзі. Өмірім қартайса да, қаншаға толса да, әжеміздің орны ойның саны. Ақсыз көзсіз, жақ деген некесіз, нұрсыз, шуақ шашып жүрсіз, көзсіз, жайқып жайнаған қатынды жүрші әже. Алматыда жоқ, Астанада жоқ, әже тек бізде ғана. Ақтөбеде жоқ, Шумалада жоқ, әже тек бізде ғана. Алматыда жоқ, Астанада жоқ, әже тек бізде ғана. Анда барам жоқ, мұнда барам жоқ, әже тек бізде ғана. Алматыда жоқ, Астанада жоқ, әже тек бізде ғана. Ақтөбеде жоқ, Шумалада жоқ, әже тек бізде ғана. Қошеметтеп қойыңыздар біздің талантты да өнерлі бүлдіршіндерімізге. Балалар, бізге қараңдар, естіңдерші. Кім келе жатқан? Құлағымыз сондай. Тыңдашы, қонақ келе жатыр ма тағы да? Кіргізейік. Келіңіз, есігіміз ашық. Сәлем берсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай шынымен? Әдейі болып тұрсыңдар, көне қадасамыз. Сәлеметсізбе, апай. Балалар, мен математика әлемінен келдім. Сендермен ойын ойнағыларың келе ма? Я! Ал енді мен сендерді бірінші білімдерін тексеріп қой. Сендерді өте білімді, ақылды балалар дейді ғой. Мен қазір мына бұл текшесін лақтырам. Сендер мына нүкте арқылы қанша сан екенін айтасыңдар. Ұқтыңдар ма балалар? Я! Ал енді қараңдар. Қандай білімдісіңдер? Қалай тез біліп қойдыңдар? Тағы да лақтырам балалар. Қаншасын? Өте тамаша. Ал енді ойын ойнаймыз. Қанеке ойын ойнайық дейді. Ойнаймыз ба балалар? Я! Ал енді балалар, біздің ойын ойынымыз
енді пішіндерді орналастыру керек. Ал мен қолымдағы бұрышты айтып бересіңдер ме балалар? Иә. Ал енді мен сендерге тағы бір жасырайын. Қандай бұрыш? Үшбұрыш. Өте тамаша. Үшбұрыштар, төртбұрыштар арқылы балалар біздің ойынды тек қана қоясыңдар, иә балалар? Ал енді екіге бөлініп алайық тура. Али апай екіге бөліп жүріңіз. Қанеке екі топқа бөлінейік дейді. Қане екі топқа тұра қалыңдар. Тұра қаламыз. Қане тұра қалыңдар. Қане сен араға тұр. Қане бір бой сергітіп алайық, иә балалар? Қанеке. Қандай күшті балалар, қане. Тұра қалыңдар, қане берген. Келіп. Тұра қаламыз, қане. Қане тұра қаламыз. Балалар, мен сендерге мына бұлым текшесі арқылы лақтырам. Соны орналастырасыңдар. Кішкене балалар абайға қарап тұрамыз. Ана бұлым текшесіне Қараңдар балалар. соны көрейік, қанеке. Қане? Жоқ. Көрсетіп жіберсеңіз бізге көрмейді. Қане қараңдаршы балалар. Ал енді жылдам төрт бұрышты орналастырамыз. Қане тез орналастырамыз. Біреуін орналастырамыз. Тез балалар. Төрт бұрышты орналастырамыз. Қане балалар. Біреуін көрмейді. Өте тамаша. Қане? Қошемет, қане балалар. Ералы қанеке өте тамаша. Ал енді Үш бұрышты. ал үш бұрыш болыңдар балалар. Тез орналастырамыз. Қане жылдамсыңдар ма көрейік біз. Қане тез. Тез орналастыра қойыңдар. Әртүрлі екен. Иә? Пішіндер көп екен бәрі. Қане қошеметтеп отырғанда. Ал тағы да балалар қара мұқият қараймыз. Дұрыс айтады. Балалар мұқият қарап тұрыңдар. Балалар қане қараңдаршы. Тез орналастырыңдар. Ол тез орналастырамыз. Көбелектер қандай әйбат. Ал төрт бұрышты орналастырыңдар. Өте тамаша. Қане. Жарайды, қоя сала. Қандай молодец. Ал тез. Ал қайтадан. Міне балалар. Ерхан, жасын. Иә, өзі біледі. Қане қоя қой. Өте тамаша. Қандай ақылды баласыңдар сендер. Жарайсыңдар. Балаларға көрсетіп жүрейін міне балалар. Бір екен. Қане тез жылдам жасаңдар. Төрт бір жоқ мына жақтан аламыз. Үшін, иә. Қарайды. Міне. Өте керемет. Ақылда болсын балалар, қандай жылдар қиындайды? Ал тез Ой, жарайсыңдар. Керемет. Қайын қандай түсі? Қандай түсі түсті? Ал балалар айтыңдаршы, қандай пішін түсті? Ал төрт бұрыш екен. Тез орналастырыңдар. Олар жылдам қай команда бітіреді екен? Олар төрт бұрышпен жүр. тез. Сауырын бол. Ал қоялым. Қоялым. Тез. Ол енді ана команда қоятын болды ғой. Керемет. Келесі бала. Қандай? Балалар, шеңбер, қане? Тез екеуін бірде, үшеуін бірде салып тастаңдар. Балалар, қане? Аха. Балалар, мұқият қараймыз. Қайтадан шеңбер түсті балалар. Тез шеңберді орналастырамыз. Қане ақылды екен. Сыздар қылдақ екен бұл. Аха, жарайсың. Қоя
қоя. Жарайсың? Бәрі ойнады. Тамаша. Барлығы ойнады ма балалардың? Қане? Үш күшті балалар. Тез орналастыра қой. Тез. Тез қоя қоя. Жарайсың. Тамаша. Балалар, өте ақылды екенсіңдер, сіздерге барлығын жақсы орналастырдыңдар. Сіздерге мен ойыным ұнады ма, балалар? Иә. Тамаша. Енді оған осы ойыннан кейін береке топты жалғастырасыздар. Жақсы. Рахмет сізге. Жарай, сау болыңдар, балалар. Жартылай шеңберге тұрайық, балалар. Жартылай шеңберге тұрайық. Ал біз мына ойынымызды топта не істейміз? Жалғастырамыз. Балалар, біз бір сергіп алдық, иә? Енді көбелектер ертегісін ата-аналар сіздерге балаларымыздың орындауында көбелектер ертегісі тамашалаңыздар. Күн шуақта алаңқайда апалы сіңілілер төрт көбелек өмір сүріпті. Олардың біреуі ақ, екіншісі қызыл, үшіншісі сары, екіншісі сия көк екен. Көбелектер бірден күнге әдемілеп қонып, ұшып қонып, өте көңілді өмір сүріпті. Бірде тасыр түсір етіп жаңбыр жауыпты. Көбелектер қанаттары дымқылданып, қайда тығыларын білмей дал болыпты. Ал себелеп тұрған жаңбыр тіпті қояр емес. Сол кезде малмағандай су болған көбелектер Лалакөлге келеді. Лалакөлге барады. Мен сымақ ақылек сымақ ұстайды. Мен саялап қызыл, сары, басқа жерге тығылдым. Жоқ, мен әкені жата қоғанда мені отмайды. Көбелектер ұшып кетеді, төртеу ұшып келеді. Жаңбыр тіпті қояр емес. Қараса үлкен қызғалдақ өсіп тұр екен. Саған сәтте ғана ұзақ бола ма? Жарайды. Жақында көбелектені алып басқалы басқа істедім. Жоқ, мен әкеден қорғамысын ендем отырмайды. Көбелектер ұшып кетеді. Жаңбыр қояр емес. Қараса үлкен сарғалдақ өсіп тұр екен. Мен түсінсем, мен сал көбелек қана қабылды. Абаққа басқауын деді. Мені саяласын. Менің әскеремді қорғамаса Көбелектер ұшып кетеді. Төртеу ұшып келе жатыр. Жаңбыр қоятын көбелек жоқ. Үлкен жұпар гүл өсіп тұр екен. Жұпар гүл өсіп тұр екен. Жәнетке сен айтасың, әнелге жұпар гүл. Қатты айт. Менің түсінгеннен көп көбелекті қабылдайды. Басқа көбелектер басқа жерге барсын. Көбелектер ұшып кетеді. Көбелектердің бұл сөздерін бұлттың ар жағында тұрған күн естіп қалады. Көбелектердің татулығына, ауызбіршілігіне қуанады. Оларға көмектесуге барады. Күн бұлттарды ыдыратып, аспанға жалтырап шыға келеді. Көбелектердің қанаттары кептіреді.
қонбайтын болады. Шын достар тек қиындықта саналады. Күнім дейсің мені, күн мерейі сенде, күннің ыстық лебі құшағыңа тең бе демекші. Ана деп ән салам, әнін қабыл алыңыздар. Біздің сұлу да әдемі қыздарымыздың орындауында гүл бағы биін қабыл алыңыздар. Олардың шын шумақтарын қабыл алыңыздар. Әлім келе Ауаде басқансың өмірдің есігін, анасы мәдиет тебетті бесігін. Құлақ қазағымды нәзік қол үнімен, тебетсін алана бесігін. Өте керемет. Әлім хан келе ғой. Меня тас оятты, то ете береті, ғанан айтып береті. Сауран. Ерхан. Сауран. Жарайды, келесі жол айтып береді сіздерге. Ағла. Айсана. Аяғы жалаған, әлпесте өсірген. Аяғы жананам, қатенді кесілген. Өте керемет. Қошеметтеріңіз әсерін келе ғой. Ақмамдат қасан сағын атыстаймын, ерекшелін мелаған түрі сүйресіраймын. Керемет. Қошеметтеріңіз Аруна. Анамды мен жақсы көрем, айтқан түрін алып жаным. Анамның қасында жүргенде шатаны қоймапшы. Керемет. Қошеметтеріңіз Дарын. Мен анамды сүйемін.
Sayın annemin adı yeden anamcı duvarsa dedeyemem. Eremin. Hoş ümitleriniz. Hoş ümitleriniz. Al bak, uzak şimdi içini. Ballar. Hani bana verir misin şapını? Al şimdi ballar. Biz özümüzün anamızda silaran sıyılır. Жасаған сыйлығымыз бар, иә балалар? Қанекей тұрайықшы. Қанекей тұрайықшы. Сендерге күнде сыйлық алып береді мамалар, иә, аналар. Енді бізде бір күн болса да, анамызға не істейік? Бір қуантып, сыйлық сыйлайық, иә? Келістік па? Иә. Қанекей, онда мен қазір сендерге тарқатамын. Сендер әдемі болып тұрыңдар, әдемі болып тұрыңдар. Қанекей, ұстайық сендерге сыйлық. Өте жақсы. Қанекей, ұстайық. Апайлардың көмегімен балалардың өз қолынан жасалған әдемі де сыйлықтарымызды біздің балаларымыз сіздерге сыйламақшы. Сыйлаймыз сіздерге. Ал қанекей, балалар әркім өз анасына барып сыйлаңдар. Қанекей. Барыңдар, тез. Дарья,
Al келіңдер жартылай шеңберге әрбір Қане кетірамыз? Қыздар. Қане кетірамыз? Қане. Біз өзіміздің қосын дейміз ба кейіне? 1, 2, 3. Қошеметтеріңіз. Аналар. Біздің енді сұлуға, сүйкімді Тоқтарбек Дәрияның орындауында Анашым қартаймаш әнін қабыл алыңыздар. Ояғанда түнде сол батып, ақбет өсірген. Басқанда тай-тай қуырып, тосаңды кестірген. Анасын көтетіне табынамын, көрмесе бүгін сені сағынамын. Анасы қартаймасы сауынамын, анасы қартаймасы сауынамын. Қосылды дәлем балалық, даяр ауа есілген. Балалық ұсамды балалық, әдесмені кесілген. Анасын көтетіне табынамын, көрмесе бүгін сені сағынамын. Анасы қартаймасы сауынамын, анасы қартаймасы сауынамын. Анасын көтетіне табынамын, көрмесе бүгін сені сағынамын. Анасы қартаймасы сауынамын, анасы қартаймасы сауынамын, анасы Әрқашан қартаймай осындай жүздеріңізден күлген аналар. Біз бақытты да ұзақ өмір сүріңіз. Қуанышты жүзіңізден әрдайым бұл өмірде күліп қана жүріңіз аналар. Құрметті аналар, бүгінгі ана біздің күніміз атты ертеңгілігіміз осымен өз мәресіне жетті. Келіп тамашалағандарыңызға көп